Кадр вот голодный, ас, или иштейм, будем жить, или иштемем, будем жить на улице. Вот так вот. Урамдайрым выступает. Thank you, man. Короче, немеге мен мында үйрейм, үйрейм енді бір қай. Біздің әлі ауыррақ ұсырдар. Тұрмыс шылай, бір қолайхың, бір көтеріліхің, бір келіп түшәхің. Әлі бір түшіп біткәнірек мән. Бұнда, короче, америкалық криптомен ішләуі әлірек ауырайды. Потому что Трамп келді бетінде и криптомен официально. А когда официально, это, то есть официально это под контролем государства. Прям жестко контролируется. И нейдер. Ну, чтобы бында иштер үшін, надо, короче, разрешение на работу иметь. И менің болғадай social security number иннен инде. Бында, короче, биржаларда регистрируешься, и иннен ненаңда вис указываешь. То есть, бандағы биржалар иштеген ақсан, то есть, как официальная работа, вис көрініп, отчетываться айтып, налог төлеп парағаты ішін, короче. И шуға Америка, кішлауы, именно криптомен ауырайды. А вот Ресейде, вот мен аңламайым, көп кішілерді, которые Ресейде, шундай возможностьтар криптомен межбиржевой арбитраж, именно беден бот, именно российский рынокка заточен битинде. Вот. И вообще ишлеп улавит нелегамелдер. Кемдердер сондай яталар. Ну ладно, это не суть. Мен айтам кигейне менің криптомен еш бында хартырак бар әлі менің личный өдімдегі. И оқу бойынша курстар хатабыз бетіндегі мәктәп бар бетінде бітің обучение бар, кішәді үйретті бет. Әлі бір панток киіп алдық, әлі оларды оқытып сығары кәрек, үш аяларды оқытабыз, үш ай. Оларды сағармайса, яңгешлер алмай біз. Шоға әдірек күтка отырылды енді, мені финанс жақтан. И вот шоға урамдайрым выступайды. Еще бында Америкалар, ну, ғыммен сетелді біләгіз мен немәхі қиын, ауыр. Вот мына әгер де өзіңнің еліңде, Башқұртстанда, Ресейде, өзіңнің туған жағында, хин әгер де хин бір ауырлық келіп саққа, хин финансовый трудностьтар бұға, хин это. Когда ты сядешь на дно, у тебя есть всегда вариант для отступления. То есть, атасейдер, или туған ауылға айтып атырған может быть, в крайнем случае. То есть, у хинек туған жағың, хинғанда туғандар, яқындар, и в любом случае, на улице не окажешься. А вот банда, вот, мына мен аядағы келіп етіп келе, менің бір снимаем бетінде айна $6000 төлейбіз. Вот қазір $6000, екі азынайсын $6000 или табам, или тапмахам, үйге төлеймахақ, but оказываемся на улице. Вот. Банда в чужой стране у тебя нету пути отступления. И тем более мен өзімнің туған жаққа қайта алмайым біресе. Екіншіден, сетелді хенен поддержать қайтып атырға атасыдар жоқ. Еще семья мен, бала мен, ғайлаң мен. Это жестко. Но мы справимся. Не падай. Сын айткенде білмейм, как справляться. Хрен знает. Вот урамбасыға герлап қарайым бетінде, но бында менің башқұрт тілінде ердайым, и мені аңламайдар жақшылап. Но энергетикамен стараюсь, но кешер ұтып сүті берген кешерді хелкетуі ауыррақ бетінде. Вот. И хрен пойми немештерге. Но вот что-нибудь придумаем. Ну что, еще криптомен маташамен де шу. Үйге қайтып кестерін шу криптомен. Түрлі яңы методтар, яңы выходтар едіп қарайым, как іштерге деген хамақ через VPN іштей тұрғайнық, но опасно бында, сөнки все надо отчитываться, все надо контролировать, как государство контролирует, что опасно рақи. Мен яңы нендейді методтары может келіп сығыр, тоже ищу, тоже работаю над этим. Алтыла тұра баштаны мертанға алтыла. Вот. Yüreğim karası yine kuvvetler yolda başın Kim başkurt kızı Kıyırız kaçtığım kızı Ufkamız dışarı Seyseme tuşkalar Semenim hey Kim başkurt kızı Kıyırız kaçtığım kızı
thank you man. Aşağı turam. Asılıp gittim. Burger aldım. Ahí en la puerta están unos Hazırak. tamales y los queremos Burger aksaçlarım çıkıldı bulay. tostar, están bien ricos y y ahí está la carne. Şey tamdı. Потому что şey iyiden. Бургер тоже tamdı. Потому что бургерda işler başa turam. Añar. Karşılar. Meksikanlar oturam. Hadi mehlidir. Вот мен как придурок ерданым да, әлі мына Айзар ерлап тұра, о, инглиз тілінде ердай. Ол өзі, не как придурок ердай, мен как придурок ерданым. Ехей, охо! Мына мен пока яқшылап тіл білмегіз, кеші ей алмайым мұхаттық. Амана бұлар, американистар өздері ана матур тұрып, сөйлеп, кішерді қыдырып, заинтересовать етіп, дафия кіші вағандар ебет. И олар ебет, бір сағатта $500 спокойно іштедер. То есть 50 мың. Бұл Санта-Моникала вообще кішілер көп. Мына, кстати, Санта-Моника популярный урын ол. GTA үшін Санта-Мониканың пирсына по-любому барғанығыз бардыр. И шунан киноларда мынау Санта-Мониканың ошо карусель обозрения, негел көрсәтәләр, кинолар, түрлі киноларда. Мына горкаларды көргәлегез бардыр. Короче, шул урын инде, шул Санта-Моника, и шунда вот выступает деп маташабыз инде үдесе. Road 66 бында заканчивается. Знаменитый Road 66. Шкай бар мекан, то есть 66-я дорога. Мына колесо обозрения этот киноларда, короче, көргәлегез бардыр мугай. GTA шунда килеп була. Американецтер ешқандай төшөөрү караларды. Түйсіктер, күттер көріне өрей. Мен ошылай тігі испытаниялар келгенге бұлай үкінмейм, қуанам сүнке. Қуанам тек ойында ғайнинді, конечно, но я знаю то, что... Ну, мана біз бұнда 1 ел хайвет яшанып кетті. 1 ел крипта мен работал, біздің мәктеп үстебетінде, и 1 ел біз машина алдым, и снимать етті. И а когда они в комфорте оказываешься, вот 1 ел в комфорте жили, когда они в комфорте оказываешься, мен мана криптаға нық беріліп кеттім де, и мен бит творческий кіші. Мен бит бұнда Америкада возможностьтар именно шоу-бизнес яғынан көп, да, конкуренция көп, но возможностьтар тоже көп. Мен шул яққа қарата вообще бір немелештім мәнім, қыл қывырдатманым. И меня вот Аллах Тағала специально шайтып мені хілкітіп, елтіретіп ала ол. И вот мен қазір оказался в неизбежной ситуации, меня, бұнда бір айнеме қывырда керек. Именно Америкала, именно творчество яғына қарай баштаным, прям тілді яғынан үйрене баштаным. А то тіл білмегіз тоже қиын бетінде яқшылап. Вот, и бұнда выступлениялар яғынан түрлі выходтарын ете баштаным. Мына американский местный аудиторияма урамда сығып, іште үйренем бетінде. Вот. 1 ел мына бір немеле іштемедім, потому что в комфорте я жил. А вот қазір вот голодный, ас, или іштейм, будем жить, или іштемейм, будем жить на улице. Вот так вот.